Мен Қабылба Баян Жолдасқызы. Атырау қаласындағы жалпы білім беретін номер 28 орта мектептің бастауыш пән мұғалімі, педагог зерттеуші. Мақсатым бастауыш сынып оқушыларына цифрлық ресурстарды тиімді қолдану арқылы оқуға деген қызығушылықтарын арттыру және танымдық қабілеттерін қалыптастыру. Міндеттері: бастауыш сынып оқушыларының цифрлық білім беру ресурстары арқылы педагогикалық психологиялық негіздерін анықтау. Бастауыш сынып оқушыларының цифрлық сауаттылығын технологиялар арқылы қалыптастырудың балалар логикасына әсер етуінің өзіндік ерекшеліктеріне мән беру. Цифрлық білім беру арқылы бастауыш сынып оқушыларының сауаттылығын дамытудың бір бөлігі ретінде қарастырып, оқушылардың сапалық көрсеткіштерін сипаттап, теориялы және практикалық даярлық кезінде өткізетін тәжірибелер барысын нақтылау. Бастауыш сыныптың сабақтарында цифрлық технологияны пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық оқулықтарды және интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үдерісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болу ғана емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдану болып табылады. Бүгінгі бала ертеңгі жаңа әлем. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай коммуникативті және ақпараттық мәдениет дамыған әртүрлі платформада меңгерген мұғалім болуы тиіс.